Біз осыған дейін екі тақырып өткен болатынбыз: айнымал енгізу және шығару функциялары, айнымалар және деректер түрі. Бүгін сол тақырыптарға сәйкес есептер шығарамыз. Бізде екі есеп берілген. Бірінші есепте катеттері А және Б берілген, гипотенузасын табуымыз керек. Ол үшін біз тексттік редакторға кіреміз. Екеуін қатар ашып қояйын. Тексттік редакторда бізде біріншіден есепті талдап алуымыз керек. Бізде үш айнымалар: А, Б енгізу айнымалары, енгізетін айнымаларымыз, С шығару керек айнымалы. Біз А-ны енгіземіз. Дәл солай Б-ны енгіземіз. С-ны есептеп табуымыз керек. С дегеніміз бізде түбір астындағы А квадрат плюс Б квадрат. Python бағдарлама тілінде бастапқы төрт амал белгілі: қосу, көбейту, бөлу, азайту. Енді бізге түбірді қолдану үшін оған бізге math модуль керек. Math модулін біздің программамызға қосу үшін from math import all деп жазамыз. Дәл осы синтакстен кейін біздің программамызға math модулі қосылады. Math модулі жайында толық ақпаратты Python бағдарлама тілінің ресми сайтынан көрсеңіздер болады. Сілтемесі осы видеоның астында болады. Сонымен қатар сол тақырыпты орыс тіліндегі нұсқасы осы видеоның астында сілтемесі болады. Бұл жерде біз математикалық модульдерді қолдануға болады. Бұл жерде жуықтау, логарифм, натурал логарифм, тангенс, котангенс, синус, косинус, сонымен қатар түбір, дәреже секілді функциялар бар. Бізде дәрежесін табу үшін бізде sqrt функциясын қолданамыз, яғни квадрат корень из x. Бізде a квадрат плюс b квадраттың түбірін табу үшін sqrt жақша ішінде a квадрат плюс b квадрат. Яғни квадратты санның дәрежесін табу үшін біз көбейту белгісінен екеуін қоямыз. Әрі қарай экранға осыны шығарамыз. Команданы орындаймыз. A-ның мәні 3-ке тең, B-ның мәні 4-ке тең. С сәйкесінше 5-ке тең. Бізде екінші есеп, формуламен жұмыс істеу үшін осы есепті алып отырмын. Ол есепті шығару үшін жаңа файл ашайық. Есеп 2.py. Екінші файлда есепті қалай шығарамыз? Бізде мұнда x, y, z белгілі, A мен B-ны есептеп табуымыз керек. Сәйкесінше x енгіземіз. Дәл солай y пен z. X, y, z мәндерін енгізіп болғаннан кейін A-ны есептейміз. Бізде A-да алымында бір ғана мән бар, синус x плюс y, то есть бірінші синус. Math модулінің ішін қараймыз, синус қалай жазатын. Так. Вот. Синус x дегеніміз синус функция атауы аргумент ретінде x бересіздер. Дәл солай есепті шығару үшін бізде аргументті модуль ішіндегі x плюс y, модуль бізде math модулінің ішінде fabs деп аталады. Міне x санының модулі. Сондықтан біз синус жақша ашамыз. Модульдің ішіндегі x плюс y дегенді fabs жақша ішінде x плюс y. Бөлу біз уже түбірді білеміз, ол sqrt жақша ішінде түбірдің астындағы барлық мәнді жазуымыз керек. X плюс y плюс. Мұнда шатыспауымыз керек. Мұнда синус квадрат z бар. Кейбір есептерде синус z квадрат болуы мүмкін. Бізде аргументтің квадраты болмағандықтан синустың өзінің квадраты болып тұр. Сол себепті синус жақша ішінде z көбейту 2. То есть синустың квадраты z. Егер z-тің квадраты болған жағдайда, бұл көбейту белгісі аргумент ретінде берілген болу керек еді. Z квадрат болған жағдайда бізде есеп бойынша синус квадрат z. Екінші есепте B-ны есептеуіміз керек. B-ны есептеу үшін алымда A-ның y дәрежесі бөлінген 1 плюс x куб плюс y куб.
Мында араларында қосу белгілі болғандықтан бөлім бір бөлек орындалу болу керек. Сол үшін барлығын жақшаның ішіне жазамыз. 1 плюс x куб плюс y куб. Әрі қарай экранға шығарамыз. Print a тең a, дәл солай. Print b тең b. Print шығару функциясы бірінші экранға жолды шығарып алады. Тырнақшаның ішіндегі мәнді әрі қарай өтір белгісі арқылы араларын бөліп, a айнымалысының ішіндегі мәнді шығарады. Дәл сол принциппен b жүйесі экранға шығады. b есебі. Орындаймыз. Айтын. Есеп. Файл атау бізге есеп 2. .py. A-ның мәні 3 мәнді беріп көреміз. Есепте қате шығып тұр. Sin is not defined. Айта кету керек, бұл қате қайдан шықты? Себебі біз math модулін қолданып отырмыз, бірақ math модулін осы жобамызға қосуды ұмытып кеттік. Сол себепті алдына from math import all сақтаймыз. Қайта орындаймыз. Python есеп 2. 3 мәнді береміз. A және B мәнде шығады.